Қаржы қағидалары кітабынан. Қаржылық образ. Образ киім сияқты. Үстіңе кисең, ішкі күйің де өзгереді. Мысалы, стильді классикалық костюм киіп алсаң, және ол денеңе шап-шақ отырса, өзіңді іштей талғампаз ақсүйек сезінесің. Сол ішкі сезімнің күшімен өзіңді қоғамда мәдениетті һәм сыпайы ұстай бастайсың. Өзгеше шешімдер қабылдайсың, өзгеше ойлар туады. Басқа киім кигенде мұндай күй кешпес едің. Қаржылық образ деген не? Ол сенің ақшаға деген көзқарасың, ұстанымдарың, қаржылық әдеттерің мен мақсаттарыңды қамтитын бейнең. Мысалы, мынадай бір қаржылық образ бар. Ол тапқаныңнан да көп жұмсайды, қауіпсіздік қорын жинамайды, қарыз ала береді, табысын арттыруға әрекет қылмайды. Бұл оның жаман қаржылық әдеттері. Қаржылық мақсаттары көлік алу, саяхатқа шығу, дүркіретіп той жасау, үй алу, тағы басқа болуы мүмкін. Бірақ бұл мақсаттарға қазіргі табысымен қашан жетеді? Жете ала ма өзі? Оның миында айлық табыс ретінде 150 000 теңге деген сан тұр. Оның қаржылық шегі сол. Одан үлкенірек сандарды ми қабылдай алмай жатыр. Бұл қаржылық образ оның қандай қаржылық шешім қабылдайтынын, қандай соманы байқап іліп алатынын айқындайды. Ол осыдан табысым артып, 500 000 теңге таба бастасам, қарыздарымнан құтылып, шалқып өмір сүре бастаймын деп ойлайды. Қайдағы? Біріншіден, мұндай қарқынмен табысы артып кетуі екі талай. Екіншіден, табысы артқан күннің өзінде шығыны да соған сай арта бастайды. Қанша табатының емес, қандай қаржылық әдеттерің бар, сол маңызды. Бұл кісі қаржылық образын өзгертпесе болмайды. Қалай? Ойша үстіне қаржы генийінің костюмін киіп көрсін. Ойша. Қағазға жазса тіпті жақсы. Мен қаржы генийімін, ешкімге қарыз емеспін. Тапқаныңның көп бөлігін сақтап, қорға жинап отырамын. Орынсыз шығындардан арылдым десін. Айлық табысым 1 миллион теңге деп, сосын соны нақты қалай, қайда, не үшін жұмсайтынын анықтап жазып қойсын. Тегін ғой? Миыңмен ұстап көрмеген ақшаны қолыңмен ұстауың мүмкін бе? Бір сәтке өзіңді қаржы генийі сезінуге 1 миллион теңгені ойша ұстап, жаратуға өз-өзіңе рұқсат бер. Ойлан, жаз. Сол кезде сен өзіңнің қаржылық шегіңнің кеңейгенін байқайсың. Бұрын 150 000 теңгеге тіреліп қалатын басың енді 1 миллион теңгеге тиіп тұр. Бұның бәрі ойша болып жатқанын еске салайын. Киім денеңе шапшақ отырғанда бір жайлы сезім болады ғой. Дәл сондай сезім пайда болғанша өз қаржылық образыңды іздей бер. Мысалы, саған 1 миллион теңге тарлық етуі немесе кең боп тұруы мүмкін. Өз қаржылық образыңды тапқан кезде ішкі күйің де өзгереді. Өзіңді миллионер сезінесің. Ал бұл жаңа образ жаңа қаржылық шешімдер қабылдауға итермелейді. Сол кезде ғана сен айналаңда шашылып жатқан 1 миллион теңгелерді байқай бастайсың. Тек соны теріп үлгерсең болды. Сен 150 000 теңгелік образыңмен бұл мүмкіндікті байқамайтындай едің. Лексус алсам деп жүрген адам көшеде лексустарды көп көре бастайды да, мә қалада лексустар қаптап кетіпті ғой дейді. Негізі олар бұрыннан бар еді. Тек нақты мақсат, фокус пайда болғанда көзге іліне бастады. Сол сияқты ғой. Миллионер образын үстіңе киіп алудың тағы бір артықшылығын айтайын. Әдетте біз қаржылық шегімізден шыға алмай жатамыз. Мысалы, жоспар құрсақ та 150 000 теңгеден асырмаймыз. Себебі өзімізге қойып алған шегіміз сол. Бұл сан сенің қаржылық образыңды анық көрсетеді. Мысалы, сен баристасың, кофе дайындайсың. Сөйтіп бір күні алдыңа ескі кластасың келеді де, сені танып, шіреніп миығынан күледі де, не жұмыс мынау дегендей түрі, киімі, өзін ұстауы, бәрі ақшаны жақсы табатынын айтып тұр. Оның мысы басып, сенің сағың сынып, ештеңе дей алмай қаласың. Бірдеңе дейін десең, табатының анау, өзіңді қор сезінесің. Артыңда тіреп тұрған ештеңең жоқ. Ақша болмаған соң, бірдеңе деуге де қақың жоқ сияқты. Сен 150 000 теңгелік образыңмен жеңілдің. Енді елестетіп көрейікші, сен баристасың, кофе дайындайсың, айлығың әзірге 150 000 теңге, бірақ ойша миллионер образын киіп алғансың. Өзіңді миллионер сезінуге өз-өзіңе рұқсат бердің. Және мұның негізсіз де емес.
Себебі ол миллионды ойша қайда, қалай, не үшін жұмсайтыныңды анықтап қойғансың. Ойыңдағы миллионның қалтаңа түсуі уақыттың еншісі ғана. Бәлкім бір айдан кейін, бәлкім жарты жыл, бәлкім бір жылдан кейін ол ақша пайда болар. Сөйтіп, алдыңа әлгі ескі кластасың келгенде, сен өзіңді қор сезінбейсің. Қалтаңда миллион болмаса да оның мысы баспайды. Онымен тең дәрежеде сөйлесесің, сенімдісің. Себебі сен өзіңді миллионер сезініп тұрсың. Өзіңді миллионер сезіну, миллионер образын кию тегін. Ол соманың қалтаңда болуы шарт емес. Мысалы, сен ескі Камри 10 000-мен Есентай молдың автотұрағына кіруге ұяласың. Есентай молда тәпішке киіп жүруге қысыласың. Неге? Себебі сен өзіңді 150 000 теңгелік образыңмен ол жерде қор сезінесің. Енді елестетші, Бейбіт Алибеков тура сол Камри 10-мен Есентайға кірсе, сосын тәпішке киіп шықса, ол өзін қалай сезінер еді? Ол мұны ойын ретінде қабылдап, қызармайды да, өзін қор сезінбейді де, себебі ол миллионер образында жүр. Ал сен неге бұны ойын ретінде қабылдай алмайсың? Алдымен миллион табайын, сосын өзімді миллионер сезінем деп емес, өзімді миллионер сезінейін, сосын миллион табамын деу керек. Менен миллион табу жолдарын айтыңызшы деп сұрайтындар бар. Әркімнің өз миллионы бар. Оны табу жолы да әртүрлі. Жұрттың бәрі интернет-маркетинг үйренгенмен бәрі миллион таба бермейді. Бірақ таксист те, еден жуушы да миллион таба алады. Мен саған былай істе, былай істеме деп миллионға жетудің жолдарын көрсете алмаймын. Маған жәрдемі тиген әдістер саған көмектеспеуі мүмкін. Бірақ осы жазбамда сенің өз миллионер образыңды жасауға қажет кеңестерді бердім. Сенің миллионың қай жерде жатқанын сол образың тауып көрсетіп береді. Тек соны дер кезінде теріп үлгерсең болды.